Сәлем баршаңызға. Әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар. Бірінші келіннің бәрі жабылып ұратын еді. Саида келінді артынан келген жасауына, әке-шешесінің дүниесіне қарап бағалаудың дұрыс емес екенін де айтты. Қазақта біріншінің мазасын екінші берер жазасын деген сөз бар. Қалай деп айтылған десеңізші деп бастады әңгімесін түркістандық Саида есімді әйел. Айтуынша, оның жалғыз абысыны бар екен. Абысынның 6 қыздан кейін туған жалғыз ұлы бар. Сол ұлының сүйіп алған келіншегіне күн бермей, ақыры ажырастырып жіберіпті. Ұлын 2-ші рет үйлендірген. Ал енді ұлының 2-ші әйелінің алдында енесі құрдай жорғалап жүр. Абысынымның 1-ші келіні өте сұлу еді. Сымбаты ғана емес, жаны да сұлу келіншек болатын. Бірақ соның қадірін білмей, қор қылып жіберді ғой. Абысыныммен көрші тұрамыз. Бәрін өз көзіммен көргенде келінді аяйтымын, жаным ашитын. Бір жағынан қызығып қарайтымын. Жұртқа жақсы, пысық келінді бере салады екен Құдай дейтінмін кейде қызғанышпен. 6 сиыр сауады, сүт пісіреді, үйтіп айран етеді. Одан бөлек үйдің бүкіл тірлігі соның мойнында. Тандырға нан жабады. Таңнан кешке дейін тынбайды. Бірақ бәрін тап-тұйнақтай етіп істесе де енесіне жақпайтын. Тілінен тапты дейтіндей демес, балық сияқты келін сөз қайтармайды. Кейін түсінсем, келінді, оның шыққан жерін абысыным менсінбейді екен. Бұлардың жағдай керемет емес, бірақ құда-құдағиындікінен жақсы. Құда-құдағи жуашандар болған соң да басынған шығар. Бір сөзінде абысының құдалар барак үйде тұрады деп мұрнын шүйіргені есімде. Келінді әке-шешесінің жағдайына емес, істеген тірлігіне, мінезіне қарап бағалау керек қой. Жоқ, бұлар керісінше. Ағайын туысқанның той-томалағына абысының күйеуін және ұлын ертіп 3-еуі ғана барып қайтады. 5 жылдың ішінде келіннің бір ретте отырыс, жиынға ертіп бармаған. Менсінбегендіктен бе, бұл әлде оны адам құрлы көрмегендік бе? Бір күні абысынымның келіні үйге жылап келді. Бет-аузы көкпеңбек. Әке-шешеме хабар беріңізші, мен бұдан артық шыдай алмаймын деді. Күйеуің ұрды ма деп сұрадым. Келін жылап отырып бәрі жабылып ұрды дегенде жүрегім ауырды. Ол осы уақытқа дейін жасырып келіпті. Күйеуі де, енесі де ұрады екен. Тіпті мал қораға қамап қойып, сол жерде түнеген күндері де көп болған. Әке-шешеңе айтсаң өлтірем деп қорқытады екен. 5 жылдың ішінде келін байғұс 2 рет түсік тастап қойыпты. Абысынымның қылығын, бұл әрекетін түсіне алмадым. Келін әп-әдемі, сөзі де түзу, ешкімнен кем емес. Бірақ неге оны өздерінен кем санайды? Бүкіл ауылдың енелері сүйсініп қарайтын келінді осыншама қинауға бола ма? Кемшілігі не? Сан сұрағыма жауап таба алмадым. Сондағысы келіннің ата-анасы жоқ жұғана. Шыдай алмадым. Еңіреп отырған келінді аядым. Өзімде 4 қыз өсіріп отырған анамын. Сол күні көрші аудандағы құдағидің үйіне бардым. Қыздарымды өлтіріп қоймай тұрғанда алып кетіңдер дедім. Тым жуас жандар ғой, келін сияқты олар да құда-құдағиларынан қорқатын сияқты. Күмілжіп әрең сөйледі. Сөзіммен күш беріп, әйтеуір сол күні олар ағайын туысқандарын ертіп кеп келінді алып кетті. Заңды түрде ажырасты. Әрине ажырасқанша талай рет қырылысты ғой. Абысыным менің хабар бергенімді білмейді. Абысыным көп ұзамай ұлына тұрмыс жағдайы жақсы біреудің қызын әперді. Ұлының аузының салымы бар екен, тағы да сұлу қызға үйленді. Бай бақуатты жердің қызы. Жоғары білімі бар екен. Әкесі қызын ауылдағы мектепке жұмысқа тұрғызып қойды. Ойпырмай ажырасқан жігітке сұлу қызын бере салыпты деп таң қалыстық. Сөйтсек кейін естісек, бұл да оның 2-ші некесі. Осы бір кемшілігін бетіне басып абысының бұл келінді де қор қылатын болды-ау деп уайымдадым. Алайда келін олардан зор шықты. Ол ата-енесін ғана емес, көршілерді де адам құрлы көрмейді. Таңертең жұмысқа кетіп жатқан келінді сыртынан көрем. Жалаң бас, мені көргенде сәлемін де салмайды, безірейіп қасымнан өтіп кетеді. Ал абысының бұл уақытта қорасында 6 сиырын сауып жүреді. Кешкі астыда абысыным өзі дайындап келіннің қас-қабағына қарап, зыр жүгіріп жүретінін көршілерден естіп жаттым. Бастапқыда сенбедім. Сөйтіп бір нәрсе сұрағансып түс қайта үйіне бардым. Абысын май пісіп жатыр.
Бұрын шайын ішіп келінін бақылап отыратын абысынымның әңгімелесуге қолы тимеді. Сүрініп қабынып үй тірлігімен жүр. Екінші келіні арасына 1 жылдан салып 3 ұлды туып берді. Қазір енді тек енесі ғана емес, күйеуі де оның алдында құрдай жорғалайды. Ұрмақ түгілі бетіне қарап сөйлей де алмайды. Өмір қалай десеңізші, бұрын бұлар бірінші келінді менсінбейтін еді, ал қазір екінші келіні бұларды менсінбей отыр. Бұлай дейтін себебім, келіні үй тірлігі түгілі балаларына да қарамайды. Мектептегі жұмысына барып келеді болды. Күйеуін де, енесін де жүгіртіп ауыздарын жауып қойған, сонда қыздың әке-шешесінің байлығы ма? Кейде абысынымның бірінші келінін аңсап жүргенін байқаймын. Бірақ бәрі кеш. Адам бақтың қонғанын емес, оны ұшырып алғанда ғана қадірін білет деген рас қой. Сайда келінді артынан келген жасауына, әке-шешесінің дүниесіне қарап бағалаудың дұрыс емес дейді. Сіз ше, оқырман, келінді адами қасиетіне қарап бағалайсыз ба, әлде?